Не істеді? Сен бас деген? Мен жақта тұрдым ғой жай ғана. Есік ашылмай қалды, Аниса? Қамалып қалдық па біз? Сосын мама айтты, маманың қасында ұйықтайтын едім ғой. Мама айтты да, қайда барып келдің, Каусар дейді. Еще мен дейтін көзі қызыл адаммен ойнап келдім дегенмін ғой. Есің ба, сондай бір ситуация болды. Бәріне сәлем достар. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай дала дейтін жанып тұр екен да. Кстати, бір зат бар ғой. Бүгін 1 маусым. Балалар күні құтты болсын, Аниса. Сендерге де Мына жерге кішкене отыра тұрайық деп едік бізді. Салқын, потому что мына жерде сосын мороженое жеп, көшеде жүріп қайтайын деп едік біз. Төніп кетіппіз ғой біз. Қайттан алып көшіп па? Әкем өзім ашылшы, не ашылмайсың сен? Не істеді? Сен бас деген? Мен жақта тұрдым ғой жай ғана. Есік ашылмай қалды, Аниса? Қамалып қалдық па біз? Танымайтын сарай ғой мынау негізінде. Сол ғой. Мынаның ішін не бәле? Естемеші мынау мен? Қамалып қалдық па, Аниса? Достар, біз мына жерде қамалып қалдық, есік ашылмай қалды. Заттарын қараңыздар. Аниса, мынау кімнің сарайы екен? Баяқта біз тұрған үй ғой. Сендердің үйлерің ба? Не, қойшы. Бұрынғы сендердің үйлерің ба? Көрекші ішіне. Бұрынғы сендердің үйлерің болса. Мынандай турник бар. Қойш, мынандай жерде қамалып қалдық па? Не, Аниса мен осы жерде қамалғым деп келмейді. Маңғысты. Мына жерде дейтін заттар дейтін аз ғой. Жоқ толып жатыр ғой, бірақ та біз қолданатын зат аз ғой, Аниса. Менің дамплингім қалып қойды үйде. Дамплингің бар ма еді сенің? Иә. Мына жерде енді 24-те 7 или 24 сағат жатамыз ба мынаяқта? Достар, 24 сағат сарайда бола ма енді? Еще мынаяқта жататын зат бар ма? Ұйықтасақ осын жамылып жатамыз ғой да? Иә, түнде. Саған мынаны кім істейді? Анималия ма? Анималия ма? Короче, сондай бірдеңе бар сияқты. Қорқынышты іші дейтін. Нан қараңыздар. Не, достар? Анималия ма? Қыздың атын ұмытып қалдым ғой. Анималия, то есть. Сондай. Мына жер ашылмай қалмай ма қазір? Ой, ашылайды екен. Достар, осындай жерде қалып қоямыз ба енді 24 сағат? Қосып көрейік па? Қосшы. Кайф. Мороженое жетпей тұр екен да? Кайфово мына жер дейтін. Қарным ашып тұр. Мороженое бар, бірақ есік ашылмайды. Я, достар, неге біз дейтін қамалып қалдық? Мен дейтін қарным ашып кетті. Бірақ күшті жел келіп отыр. Я. Вообще, үйде бірақ та кондиционер бар ғой, вентилятордан қарағанда. Давай нақадан не қойық па? Көрпеше қойып сосын бай. Андай, нағанда жел болып отырамыз. Ау? Қорқынышты? Менің өмірімде қорқынышты затты айтайын ба? Мен дейтін достар. Мен кішкентай кезімде андай нелерден қорқатын едім. Не заты? Клоун деген заттар бар ғой. Мен клоуннан жаман қорқам. Тұр дейтін андай. Еще достар, клоун, короче, кішкентай кезімде мен клоун сондай заттарды көп қарағаннан кейін мен дейтін достар, білесіздер ма? Андай ұйқысырап, ұйқымнан оянып жүрдім да былай. Сосын мама айтты, маманың қасында ұйықтайтын едім ғой.
мама айтты да қайда барып келдің Каусар дейді. Еще мен дейтін көзі қызыл адаммен ойнап келдім дегенмін ғой. Білесің ба, сондай бір ситуация болды. Ал сенде қандай ситуация болды? Менде де андай қорқынышты емес. Қандай? Бір рет сендер дейтін андай аю сияқты иттен қашқан жоқсыңдар ма? Түнде де алаңға барамыз деп Томидің үйіне барамыз деп. Томидің. Иә, Томидің үйіне барған сонда, сол кезінде андай бір клоун, бір андай бір аюға ұқсайтын ит па, біздің артымыздан қуалады ғой. Сосын да вороттан жоқ қалды да, мама кілтеп, сосын аяғы көрініп тұрды вороттада. Жаман, мен оны бар ғой кеше көрдім, Аниса. Достар, ананың түрі бар ғой, айта алмайым бар ғой, достар, өзім қазы жоқ. Көзі көрінбейді. Ана беті сақал сондай сияқты да. Достар, сондықтан түнде никак етіп не істемеңіздер, жүрмеңіздер. Достар, Ескерту. мынаған мен не істеп көрейінші? Айналып көр. Айналып көрейінші? Мен көтерем, Иә. Қорқыттым мен просто наказ көтермей мені просто не көтерем деп. Сама көшіреді. Тоқат түссе қасқа газымыздың бетімізбен бас. Вот. Аниса, сен істеп қарашы. Мен істедім, міне. Газ. Өзіңді көтеріп тұрсың ба? Иә. Достар, енді есік ашыла ма екен бізде? Ашық көрейінші. Ашық қара. Достар, ашылса екен, мен мына жерде қалғым кеп тұрған жоқ. Біз үйдегі үлкен жердің бәрі кетіп қалды. Шыны кішкентай жүр. Сол ғой. Никак көрмедік. Біреу қонақ бөлме, біреу Аяқ киімімізді киіп алайық. Сол ғой. Ашылды ма? Иә. Ура! Ашылды! Достар, наконец-то шықтық біз дейтін. Біз тұрдық та өзі ашылып кетті. Или бізде самовнушение болды ма? Сондықтан, достар. Елес ашқанда. Мүмкін. Бірақ, достар, сондықтан мына үйде андай сарайға жалғыз кірмеңіздер. Мынандай сарай өз-өзімен жабылып қалады. Аномалиялар көп бұның ішінде. Иә, сондықтан түнде бармаңыздар, достар. Біз де үшеуміз аяру қамап қалдық қой. Мен де солай қамап қалдым. Сондықтан, достар, қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Бәріңізге сау бол. Бәріңізге рахмет. Видеоны ең соңына шейін қараңдар. Көшіріп видеосына лайк басыңдар. Пока.